Пайғамбар алейхиссалам осылай келе жатқан кезде бір тоқ сахабалар тұрған еді. Сөйтіп Пайғамбар алейхиссалам оларға сәлем берем дегенше пайғамбар бірін сәлем беріп үлгеріп қоятын оларға. Сөйтіп біреу айтады: "Я Расулаллах, жүзіңізді қараймыз, көңіл күйіңіз жоқ қой" деп айтқанда. Жоқ, бәрі жақсы, сол хабибтерімді, сүйіктілерімді сағындым, соларды ойлап келе жатқаным ғой деді де үйіне кіріп кетті әңгіме айтып. Сөйтіп ана отырғандардың ана әңгімелері осы тақырыпқа ауды. Сөйтіп біреу айтты: "Пайғамбар сүйіктім деп кімді айтты? Бізді айтып жатыр ма?" деді. Аналар айтып жатыр. Кімді айтып жатыр бұлар? Или анау Бәдірдегі қайтыс болған сахабаларын сағындым, соларды айтып жатыр ма? Солай дауласты бұлар. Жоқ, анау ма, мынау ма, дауыстар жарқын-жарқын шыққан кезде бұл сөз пайғамбардың бөлмесіне жетті дауыстары. Сөйтіп Пайғамбар алейхиссалам үйінен шығып: "Ей, сендерге не болды? Не байқайлап жатсыңдар?" деді. Нені шеше алмай жатсыңдар деген еді, жаңа сөзді айтты: "Я Расулалла, сіз жаңа айттыңыз ғой, хабибімді, сүйіктілерімді сағындым деп айттыңыз. Біз соған тартып жатырмыз" деді. Кім ол? Біз ба деген кезде, сендер менің сахабаларымсыңдар деген Расул алейхиссалам. Сахабаларымсыңдар. Бізге салсақ, біз қазір кім болғымыз келіп тұр? Расулалланың сахаба өмірінде өмір сүргіміз келеді ғой. Сахаб деген сөз замандас, құрдас, әріптес деген сөз. Яғни пайғамбардың әріптес замандастары. Осы заманның сахабалары біздер боламыз қазір. Бәріміз бір әріптес, замандас, құрдас. Міне, біз қазір бір-бірімізге сахабамыз. Сөйтіп Расул алейхиссалам жаңа хабиб, сүйіктілеріңіз кім деген кезде, олар мені көрмейді олар. Олар кейін келеді деді. Кімді айтты? Бізді айтты. Біз Расулалланы көрген жоқпыз. Қияметке шейінгі үмбетін айтты Расулаллах алейхиссалам. Алланың сүйіктісі пайғамбар алейхиссалам болса, пайғамбардың сүйіктісі біздерміз. Алхамдулилlah.